Қайырлы күн, оқушылар. Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Бүгінгі сабақта не туралы айтатынымызды білу үшін мына бейне жазбаға назар аударыңдар. Күн тәртібі. Қайсар, тұр деймін. Сағат 8 болды. Біз сағат 8-де тұруымыз керек. Анам солай үйретті ғой. Тұр енді тез. Тұрдым, Кәусар. Таңғы асқа бәліш пісіріп қойыпсыз ғой, анашым. Иә, Қайсаржан, келе қой. Тезірек отырып шайларыңды ішіп алыңдар. Әйтпесе бәліштерің суып қалады. Рахмет, анашым. Бәліш өте дәмді болыпты. Шайларыңды ішіп болған соң далаға шығып ойнап келіңдер. Сәлем, Қайсар. Сәлем, Кәусар. Сәлем, Асхат. Мен де сендермен ойнайыншы. Әрине ойнайық. Бірақ Жандоспен көбелекте келгенде ғой. Жандос кеше ауылға барамын деген. Жарайды, онда өзіміз ойнай берейік. Кәусар, Асхат, көздеріңді жұмыңдар. Мен тығылам. Қайсар, бәрібір тауып алам сені. Балалар, мына сөздерді бірге қайталайық. Мен таңғы сағат 8-де оянам. Мен таңғы ас жемін. Мен таңғы жаттығу жасаймын. Сағат 10-да серуенге шығамын. Серуеннен кейін түскі асқа дайындаламын. Дастархан жасауға көмектесемін. Сағат 1-де түскі ас жемін. Мен түскі астан кейін ұйықтаймын. Бейне жазбада балалардың қандай іс-әрекетін байқадыңдар? Олар не істеді? Иә, олар күн тәртібі туралы және ата-аналарына көмектесу туралы айтты. Олай болса, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы апаның тілін алса егер. Балалар, бүгінгі сабақта шығармадағы іс-әрекеттерді салыстыра отырып, дұрыс әрекетті табуды үйренесіңдер. Өз пікірлеріңді білдіріп, әңгімелеуді жетілдіресіңдер. Балалар, экранға назар аударыңдар. Нені қызыға орындайсыңдар? Ал нені ұнатпайсыңдар? Күн тәртібі дегеніміз, күнделікті іс-әрекеттерің мен міндеттеріңді, өз уақыттарыңды дұрыс ұйымдастыру. Дұрыс ұйымдастырылған күн тәртібі денсаулықты сақтаудың бірден бір кепілі. Жарайсыңдар, балалар, сендер уақытты дұрыс пайдаланып, сабаққа белсенді қатысып отырсыңдар. Ал уақытты дұрыс пайдаланбау, құр ойнау неге әкеліп соғады екен? Осы сұрақтың жауабын білгілерің келсе, өлеңді түсініп оқимыз. Апаның тілін алса егер. Мезгілсіз жүріп күн бойы, мерзіммен тамақ ішпесе, демалыс жоқ, күнде ойын, мерзіммен суға түспесе, қолында мұндай баланың іс келмейді іс десе. Күн сайын солады, шына шақтай болады. Апаның тілін алса егер, тамақ ішсе іш десе, демал десе, демалса, суға түссе түс десе, қолында мұндай баланың күш болады күш десе, қолынан мұндай баланың іс келеді іс десе, шынығып өсіп толады, үлкен жігіт болады. Бұл өлеңнің авторы Жақан Смақов. Ол туралы не білеміз? Сызбаға қарай отырып, автор туралы әңгімелеп көріңдер. Жақан Смақов 1932 жылы Қарағанды облысында дүниеге келген. Балалар ақыны, балаларға арнап көптеген өлеңдер жазған. Енді өлеңнің бөліктері бойынша қандай ой түйдіңдер?
Уақытты дұрыс пайдалану туралы өлеңнің қай бөлігінде айтылған? Құр ойнаудың пайдасы бар ма екен? Салыстырып көріңдер. Жарайсыңдар балалар. Өлеңнің екінші шумағында уақытты дұрыс пайдалансаң, қандай жігіт болып өсетіндіктерің жайлы айтылған екен. Балалар, ал енді өлеңнің желісіне қарай отырып, бойымыздағы осындай қасиеттерімізді тексеріп көрейікші. Ол үшін экрандағы кестеге назар аударып, сұрақты түсініп оқып, иә, жоқ деген бағандарға белгі қоясыңдар. Балалар, ал не байқадыңдар? Бойларыңда жақсы қасиеттер көп пе екен? Жарайсыңдар. Өлең қандай балаларға арналған? Күшті болып өсу үшін не қажет? Өлең жалқау бала мен әдепті балаларға арналған. Күшті болып өсу үшін апаның тілін алып, уақытты тиімді пайдалану керек. Ойланып, өзіңнің бір тәулікке арналған күн тәртібіңді жаз. Достарыңның уақыт кестесіне де өз пікірлеріңді білдіріңдер. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта уақытты дұрыс пайдалану немесе құр ойнау неге әкеліп соғатынын білдіңдер. Өлеңнің бөліктерін салыстырып, негізгі ойды анықтадыңдар. Сызба арқылы өлеңнің авторы туралы әңгімеледіңдер. Күн тәртібін сақтайтын жақсы азамат болып өсіңдер. Әдебиеттік оқу сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.